73-ші сабақ 32 көбейтілген 2, 320 көбейтілген 2, 32 көбейтілген 20 түрінде көбейту тәсілдері. Баубақ құрылысы сен ауызша көбейту тәсілін қолданатын боласың. Бірінші, есепте шыққан жауаптарды суреті бойынша орналастыр. Сонда сен су бұрқақ алғаш рет қай елде пайда болғанын білесің дейді. Ал есептейік. 120-ны 3-ке көбейткенде неше болады? 360. 22-ні 30-ға көбейткенде 660. 23-ті 10-ға көбейткенде 230. 130-ды 3-ке көбейткенде 390. 210-ды 3-ке көбейткенде 630. Енді өз суретімен бірінші М, Ы, С, Ыр. Қай елде пайда болған? Мысыр елінде екен. Келесі, тиімді тәсілмен есепте 13 көбейтілген 3. 10 көбейтілген 3, бұл былай жазылады, қараңыздар. 13 көбейтілген 3 тең болады 10 көбейтілген 3 қосу 3 көбейтілген 3. Сонда 10-ды 3-ке көбейтеміз 30. Мына жерде 3 көбейтілген 3 9 тең болады нешеге? 39-ға. Мына жерде де дәл солай шығарасыздар. Сонда 24 шығады. Мына жерде 7-ні 64 шығады. Мұнда 14 6 20 тең 40 шығады. Так, мұнда 13-ті 30-ға көбейткенде 390. Мұнда 280. Мұнда 62 120. Мұнда 90. Мұнда 480. Мұнда 840. Мұнда 84 па? Жоқ, 48. Мұнда 40 10 50 мың болады. Так, мұнда 260 820. Келесі үшінші есептер шығар. Су бұрқақ жұмыс істеп тұру үшін 2 сорғының әрқайсысына сағатында 210 литр су айдайды. 2 сағаттың ішінде 2 сорғы қанша литр су айдайды? 2 сорғының әрқайсысында, яғни біреуінде 210 литр су айдайды. 2 сорғыда 210-ды 2-ке көбейтеміз. 2 сағатқа. Сол кезде неше болады? 420. 420 2 сорғы 420 литр су айдайды. Су бұрқақты жарықтандыру үшін әрқайсында 120 шамнан 2 қатар және әрқайсында 210 шамнан 3 қатар шам қолданылды. Барлығы қанша шам қолданылды? 120 көбейтілген 2, 120 көбейту 2, қосу 210 көбейтілген 3. Тең болады. Неше болады? 120-ні 2-ке көбейтеміз тең 240, қосу 210-ды 3-ке көбейтеміз 630 тең 870. Жауап барлығы 870 шам қолданылды. Төртінші есеп 31 көбейтілген 2 тең болады неше? 62, 210 көбейтілген 840, мына жерде 330 болады, мына жерде 990, мына жерде неше? 840, мына жерде 330 тең болады. Мына жерде 77, мына жерде 880, 120-ны 3-ке көбейткенде 360, 11-ді 40-қа көбейткенде 440, 33-ті 30-ға көбейткенде 990, 330-ды 3-ке көбейткенде 990. Келесі 5-ші есеп. Қабырғалары 2 см және 4 см және 1 см мен 7 см болатындай тіктұртпыштар сал. Осы тіктұртпыштардың периметрін әртүрлі тәсілмен есептеп шығар. Қараңыздар. 2 см 4 см дейді, міне. Мысалы, мына 4
2 сантиметр 4 сантиметрді алайық. Мына тік төртбұрыш 7 сантиметр 1 сантиметрді алайық. Периметрін табу үшін қабырғасын қосып 2-ке бөлеміз. 2-ке 4-ті қосасыздар, 6, 6-ны 2-ке бөлесіздер, неше болады? 3. Периметр мынада 3. 7-ні 1-ге қосасыздар, 8, 8-ді 2-ке бөлесіздер, 4 сантиметрге тең. Келесі 6. Саяхатқа туристер тобын жинады. Әр топқа 10 бала мен 20 ересек адам жазылды. Барлығы 9 топ жиналды. Қанша адам саяхатқа барды? Әр топқа 10 бала мен 20 ересек адам жазылды. Барлығы 9 топ. 10 қосу 20. 10 қосу 20 көбейтілген 9. 10-ға 20-ны қосқанда 30, 30-ды 9-ға көбейтеміз, 270. Сонда барлығы 270 адам саяхатқа барады. 7-ші есеп, амалдардың орындалу тәртібін анықтап, оларды шығар. Мен мына қатарын шығарам. Бірінші мынау, екінші бөлуді орындаймыз. 97-тен 807-ні алғанда 100, 500-ді 100-ге бөлеміз, 5 шығады. 667-тен 67 бірінші орындалады, одан кейін екінші бөлу, сосын үшінші көбейту орындалады. 667-тен 67-ні азайтқанда 600, 600-ді 100-ге бөлеміз, 6, 6-ны 4-ге көбейтеміз, 24. 540 қосылған 91-ші мына орындалады. 540 90-ға қосқан кезде 630 шығады. 630 540-ты 9-ға бөлеміз, 6 60. 630-ға 60-ты қосамыз, тең болады неше? 690. Келесі 667 330-ды 10-ға бөлеміз, 33. Оған 667-ні қосамыз, 700. 700-ге 231 тең болады, 931. Так, 8-ші кестені пайдаланып, тура теңдік пен теңсіздіктер құрастыр. Тура теңдік пен теңсіздіктер құрастыр дейді. 50, 50, онда 450 шығады. Тура теңсіздік міне мысалы қазір. Мына екеуі тура теңдіктерді белгілеймін. 100 көбейтілген 3, 300 шығады, 900 бөлінген 3, 300 шығады. Екеуі тура теңдік. Мына екеуі тура теңдіктер. Так, келесі 450 азайту 400 тең 50 шығады. Мына жерде 200 бөлінген 4, 50 шығады. Көрдіңіздер ғой, осы екеуі. Осылар тура теңдіктер. Мынау мен мынау, сосын мынау мен мынау. Келесі тура теңсіздіктер. Бұлар бізде мінекей, мына екеуі. Так. Мына екеуі, сосын мына екеуі. Жоқ. Мынаны белгіледі ғой жаңа. Міне. Тура теңсіздіктер. Келесі 11. Теңдік тура болып шығатындай жақшылар мен арифметикалық амалда таңбасын қойып жаз. Мысалы, мына жерге 5 көбейтілген 5 тең 25. 25 көбейтілген 5 125. 125. Так. Бұлай болмайды, онда 5 қосылған 5 тең 10. 10 көбейтілген. Міне жақша. Мына жерлерге қойылады. Мына жерде қосу болады, ортасында көбейту болады. Сонда 100 шығады. Мына жерде 10, мына жерде 10.